Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен езілмейтін сочный мантының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құямыз. Бір шай қасық тұз саламыз. Бір ас қасық сұйық май қосамыз. Бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызды салып, бірінші осылай араластырып аламыз. Мен 2 бөліп салдым. Одан кейін қолымызбен жақсылап қатты қамыр илейміз. Мантының қамыры негізі қаттылау болу керек. Сол кезде мантымыз езілмей әдемі болып піседі. Осылай пакетке салып, иін қандырып, 15 минутқа қоямыз. Иін қандырамыз осылай. Мен қазір теңде 2 бөлікке бөлемін. Теңде 2 бөлікке бөліп, осындай дөңгелек күлше жасаймыз да, тағы да пакетке салып 15 минут тындырамыз. Енді мантының салмасын дайындаймыз. Бұл үшін пиязымызды тураймыз, картопымызды тураймыз. Егерде мантыңыздың сочный болғанын қаласаңыз, пиязды көбірек қосу керек. Сол кезде мантымыз сочный болып шығады. Енді тартылған етімізді салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, сұйық май. Мен мұнда сұйық май салғаным көрінбей қалыпты. Негізі салғанмын. Кішкене су қосамыз. Сол кезде қоспамыз өте сочный болады. Осылай жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің 15 минут тындырып қойған қамырымыз өте әдемі болып, теп-тегіс болып, иі қанып тұр. Мінекей көрдіңіздер ме? Теп-тегіс өте әдемі болып тұр. Иі қанған қамыр өте керемет болып жайылатын болады. Енді ұнымызды сеуіп, осылай шұтырығымызбен осылай басамыз. Дөңгелек пішінге келтіріп, енді осылай ұнымызды сеуе отырып, қатты жұқа да болмау керек, қатты қалың да болмау керек. Орташа қалыңдықта қамырымызды жаямыз. Құрметті менің көрермендерім, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мантыны кесу барысында осылай дәл видеодағыдай бес саусағымызды қоя отырып кесеміз. Мантымыздың көлемі барлығы бірдей болып, өте әдемі болып шығады. Қамырымызды осылай салмасын салуға жайып дайындап аламыз. Осылай жайып, өте әдемі, өте жұқа болып, бірдей болып кесілді. Енді салмасын саламыз. Барлық қамырымызға бір ас қасықтан саламыз. Осылай фаршымызды салып, әдемілеп түйеміз мантымызды. Осылай түйдім. Өз қалауларыңызды түйсе болады.
қайнап тұрған суымызға мантымызды салып, қақпағын жауып 45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің мантымыз дайын. Дара-дара болып пісті, өте әдемі болып шықты. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кеттіңіздер. Алдын ала рахмет.